Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қызылша салатының жасалу жолын көрсетемін. Өте дәмді, тез әрі дайындалады. Қолжетімді заттардан. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Мен алдын ала қызылшаны, жұмыртқаны қайнатып асып алдым. Салқындатылған соң рет-ретімен барлығын турап жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқаны ұзынша етіп турадым. Қызылшаны да ұзынша етіп тураймын. Оны да ыдысымызға салып, үстіне қалбырдағы жүгеріні саламыз. Оның үстіне пайды саламыз. Үстіне майонез құйып, жақсылап араластырамыз. Сіздердің қалауларыңыз бойынша үстіне кішкене тұз салсаңыздар да болады. Әдемілеп барлығын жақсылап араластырып, ыдысқа салып тәрелкеге, үстіне әсемдеп пайды сеуіп қойсаңыздар болады. Өте дәмді, тойымды, жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар.